бәрі де кеш. Таңғы сағат 7-лер шамасы еді. Талғат әдеттегідей бір чашка кофесін ішіп алып жұмысына жиналды. Ол көп қабатты үйдің қарама-қарсысына қатар орналасқан гараждың бірінде тұрған өз көлігіне жақындап қалғанда ұялы телефоны шырылдады. Досы Қуат екен. «Иә достым, үйленгелі жатырмын», деді ол. «Жоқ, анамнан еш хабар жоқ. Ол із-түзсіз кеткелі міне 3-ші айдың жүзі болып қалыпты. Осы бойда табылмай кетсе де жақсы болар еді деп те ойлаймын қазіргі жағдайымда», деді ол досына қатау дауыспен. «Ар жақтан неге олай дейсің? Анаңды ізде, тап, үйленіп қызығыңды көрсет. Жақында әже болады, естірт». Қуанып бәлкім ішкенін қояр деген досының сөзіне «Жоқ, керек емес. Осы күйеуін тауып алғалы мамам қатты ішімдікке салынып темекі шегіп өзін құртты ғой. Мен де қарындасымызды тыңдамайды. Ақыры тек өзінікін дұрыстап жөнге келмеген соң үйден қуып шыққаным рас, жаңа күйеуімен қосып. Енді мен үйленгелі жатырмын. Болашақ енем мектеп директоры. Атам да осал адам емес. Олардан анам үшін намыстанамын. Және оларда тойда ондай алқаш құдағидың тұрғанын қаламайды. Сонымен әзірге былай да былай шешемді іздемеймін», деп досымен сөйлесіп аяқтап көлігін оталдырып жүріп кеткен Талғат гараждың жанындағы тізілген ескі дөңгелектердің астына мұсырдан табылған қара кір жыртық көпәйкені төсеп алып дода үйіскен шашымен күздің салқын таңында дірілдеп атып бүрсеңдеп жатқан анасы Шәмшияның ұлының телефонмен болған әңгімесін түгел естіп қойғанынан бейхабар еді. Бұл жайттан соң балаларынан кешірім сұрап, өткеніне өкінішін айтпақ болып келген жағына сүйретіліп қайта кете барды. Шәмшия небәрі 48-ақ жастағы, кезінде 10 жылдан астам бастауыш сыныптың мұғалімі болған, ел қатарлы отбасын құрып, алтын асықта 2 баланы дүниеге әкеліп, күні-түні күйеуімен бірдей жүріп, еткен ерен еңбегімен үлкен үй салған аққұба әдемі ақ көңіл келіншек еді. Енді баспаналы болып балалары есейе бастағанда ешқашан айырылмастай қимастық махаббатпен 5 жыл жүріп бас қосқан күйеуі 2 баласының әкесі өзге жанды сүйіп қалғанын айтып, бірақ күнде киімін жинап кете барғанды. Міне сол күннен бастап Шәмшия жүйкесі сыр беріп, ішімдікке қалай тез салынып кеткенін өзі де байқамай қалды. Солай күндердің күнінде жұмысынан да қуылды. Ақыры бір үй күйсіз қаңғып жүрген үйленбеген, өзінен көп кіші жігітті қолына кіргізіп те алды. Балалары өсті, сыйыспады. Шәмшия ешкімнің ақылын тыңдамай, күнделікті жаңа күйеуімен ішуін таңғырлатып музыка қоюын тоқтатпады. Содан анасының мұнша өрескел қылығына шыдай алмаған Талғат оларды бір күнде үйден қуып шыққанды. Қазір Талғаттың қарындасы Гүлсім Алматыда колледжде оқиды, жатақханада тұрады. Талғат үйленді, тойды өтті, азын-аулақ адаммен. Шәмшия бәрін де сырттай көріп біліп жүрді. Немере келді дүниеге. Талғаттың келіншегі де ата-енесі де бірде-бір рет күйеу баласына «Анаңды іздеп тап, ол қандай болса да сені дүниеге әкелген анаң ғой, оған жамандық тілемейді, немересін құшып иіскеп келінін көріп мейірленіп, өзгерер, арағын қояр» деп бір ауыз ақыл-кеңес бермеді. Уақыт өте берді. Күндердің бір күнінде Талғат жол апатына түсіп, қабырғасы сынып ауруханада жатыр еді. Мұны естіген анасы қарап отыра алмады. Ол дереу жетті. Арақтың құлы болып қаңғырып жүрген әйелді кейбір дұрыс киім болсын. Үсті өте жұпыны еді. Аузы арақ сасиды. Қою қара көздері шүңірейіп кеткен. Шашы дерлік сұр түске боянған. Жүзі әбден қуарған әйелдің аурухана ішіне кіргізбеді. Ол Талғаттың анасы екенін айтқан еді. Мұны естіген Талғат анасының кіруіне мүлдем тыйым салды. Жанары жасқа толған Шәмшия сыртта бір орындыққа жантая кетті. Сол кезде Талғаттың енесі күйеу баласына келіп, халін біліп шығып, дәлізде бір танысымен сөйлесіп тұрған еді.
Құдағиының танысының көзі кенет сыртқа түсіп кетті де, ой, анау отырған әйелдің түрі өте таныс маған деп сәл кідіре қалды да, ойбай, мынау біздің ауылдың қызы Шәмшия ғой, Құдай сақтасын, не болып кеткен түрі басы тамаша қыз еді, әдемі, ақылды болатын, мектепті үздік бітірді, оқыды, сүйгеніне күйеуге шықты, өмірі жақсы ақ басталған еді, кейіннен күйеуі тастап кетіпті, содан алқаш жүргіш болып кетіпті деп естіген едік. О тоба, рас болып шықты-ау, деп өзін тартқан танысының әңгімесіне құлақ түре отырып, далада ұлына кіріп бауыр еті баласының халін көзімен көруге зар болып қисайып жатқан құдағиына терезеден қадала қарап тұрып, Талғаттың енесі үнсіз қала берді. Кеш болды, Медбике келіп Талғатқа, анаңызды аямайсыз ба? Таңнан бері сыртта отыр, екі көзі төрт болып, сонша сіз кешіре алмайтындай қандай жазығы бар еді? Жазықты болған күнде де анаңыз емес пе? Егер де сіздің өміріңіз анаңызға қымбат болмаса, қолын бір сілтесе келер ме еді, деп күйінді. Жалпы қайынжұрты дерлік келіп кеткен соң Талғат анасының кіруіне рұқсат берді. Ұлының ауыр халін көрген Шәмшия көз жасын көпке дейін тия алмады. Кешір мені, балам, мені қатты жазғырмаңдаршы, өзімді бұл бір ауыз кешірім сұраумен ақтап алмаймын, дегенмен біз бірге болуымыз керек, деді. Үсті-басы кір қолаңса сасып анасын құшақтай қоймаған Талғат, мама, сосын сөйлесейік деп тәуір болайын, мүмкін болса жуынып дұрысталып келіңізші, сізді дәл осы қалпыңызда көрсетіп таныстыра алмаймын келініңізбен де құдағиыңызбен де, деген ұлының бір сөзіне де мақұл болған ана әзірге ұлының амандығына разы болған қалпымен ауруханадан шығып, сол өлместің күнін кешіп жатқан саяжайдағы кішкене күркесіне қарай жаяулап жүріп кетті. Таңда әзер атырған Шәмшия барынша ретке келіп үстіне бір сулғырт көйлек киіп ұлына келе жатты. Аурухананың алдына келгенде скамейкада зар еңіреп отырған, құшағында сәби бар жас келіншекті көзі шалды. Ол Шәмшияның келіні мен немересі еді. Талғат таңға қарай мәңгілікке көз жұмған еді. Мен енеңмін, мен сенің енеңмін, сәбиіңнің әжесімін деген сөзді қайталаумен Шәмшия зарды ары қарай жалғап ала жөнелді. Ең өкініштісі, қаншалықты еңбегімен тасы қаланып салынып кірген үйіне бір бөлме де бұйырмағаны Шәмшияға. Талғат қатты жаны қысылып жатқанда дәрігерлерден қағаз бен қаламсап сұрап алып, мамашым, кешір мені, сенің табаныңның астындағы жұмақ кілті маған бұйырмасын білемін, тек кешір мені деп жазып кеткен екен өз қолымен.